Сондай-ақ елбасы өңірге жұмыс сапары аясында Ақтөбе мұнай жабдықтары зауытында болды. Мұнай өндіру саласына қажетті жабдықтарды шығаратын еліміздегі бірегей зауытта мемлекет басшысы ірі кәсіпорындардың өнімдері қойылған көрмені көріп, жұмысшылармен кездесті. Президент әлем елдерін қазіргідей жаһандық дағдарыстың салқыны шарпыған кезде жұмыс орындарын сақтап, өнім өндіру көлемін ұлғайтудың маңызы зор екенін де атап өтті. Өз кезегінде ақтөбелік кәсіпкерлер тұрақты әрі қарқынды дамуға мемлекет тарапынан жасалып жатқан зор мүмкіндіктер үшін елбасына алғыстарын жеткізді. Тоғырақ Анурбек Мырзатайұлының бейнесюжетінде. Ақтөбе мұнай жабдықтары зауытына келген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев алдымен бүкіл елімізге танымал кәсіпорындардың өнімдері қойылған көрмені көрді. Өндіріс орындарының басшылары өздерінде шығарылатын жаңа өнім түрлері туралы айтып берді. Арасында тек ішкі нарықта ғана емес, шетелдерге де жоғары сапалылығымен танымал бұйымдар да бар. Дағдарыс кезінде жұрттар машина, техника алған кезде олар Ресейден амурге сатып станоктар. Сөйтіп өздері завод жасап, мынаның бәрін шығарып жатыр. Қазір үлкен компания Казахмыс, Казпром жұмыс істейді, бәрі заказ береді. Ақтөбе мұнай жабдықтары зауыты мұнай өндіруге қажетті сорғылау штангілері мен тұрбалар шығаратын еліміздегі жалғыз кәсіпорын. Зауыт мұнай саласына маманданған көптеген ірі компаниялардың сұранысын қанағаттандырып отыр. Кәсіпорын басшылығының мәлімдеуінше, бүгінде ішкі нарықтың 80% осы зауытта шығарылған өнімдермен қамтылуда. Енді биыл жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, өнім өндіру қуатын арттыру көзделіп отыр. Бұл өз кезегінде мұнай саласына қажетті жабдықтардың түрін көбейтуге де мүмкіндік бермек. Қазірдің өзінде шетелдерден сұраныс түсуде. Мы планируем выйти все-таки на экспортные поставки. Біз экспортқа өнім шығаруды жоспарлап отырмыз. Бұл жөнінде елбасы жолдауында да айтылған болатын. Өткен жылы өзімізде өндірілетін өнімнің 4 түрі де халықаралық стандарт сапасын иеленді. Бұл бізге әлемдік нарыққа шығуға мүмкіндік беріп отыр. Қазірдің өзінде Иран, Әзербайжан және Түркменстан елдерінен сұраныс бар. Алдағы уақытта осы бағытта да жұмыс істейтін боламыз. Елбасының кездесуі зауыт жұмысшылары үшін үлкен әсер қалдырды. Мемлекет басшысы кәсіпорындағы жұмыс, еңбек өнімділігі туралы сұрап білді. Сондай-ақ ел бойынша осы бағыттағы атқарып жатқан жұмыстар жөнінде айтып өтті. Әсіресе қазіргідей қысылтаяң кезеңде жұмыс орындарын сақтап, өндірісті дамытуға біздің елде зор мүмкіндіктің барын айтты. Әлемдік экономика дағдарыстан әлі арыла қойған жоқ. Осы ретте кейбір өндіріс орындары жаңа технологиялар, инновациялар енгізу арқылы шығуды көздейді. Бұл кезеңнен өту үшін Қазақстанның зор мүмкіндігі бар. Көптеген жұмыс орындарын құрып келеміз. Мұның барлығы қарапайым халық үшін жасалуда. Елбасы қоғамда еңбек адамдарын құрметтеу, олардың мәртебесін өсіріп, дәріптеу қажеттігін де айтып өтті. Өз кезегінде зауыт жұмысшылары да елімізде жасалып жатқан игі істер үшін мемлекет басшысына алғыстарын жеткізді. Болашақта біздің естуім бойынша, біздің аудан арқылы нұрлы жол бағдарламасы бойынша тас жол салынбақшы. Орталық пен батыс Қазақстанда байланыстырады. Енді осындай жобалардың арқасында біздің ауданымыздың деңгейі одан сайын көбейетініне сенімдемін. Осы енді тіпті өзімнің ауылыма да қайтуға да ойым бар. Ал ақтөбелік кәсіпкерлер өнім өндіру және қолға алған жаңа жобаларын айтып өтті. Сондай-ақ президенттің кәсіпкерлік саласын дамытуға бағытталған саясатына алғыс айтып, кез келген істе, соның ішінде мемлекет пен жеке кәсіпкерлік серіктестігіне әрдайым қолдау көрсетуге дайын екендіктерін жеткізді. Біз жұмысымызды сәтті жалғастырып келеміз. Жұмыс орындарын сақтап, жаңа технологияларды енгізудеміз. Жұмысшылар алдындағы әлеуметтік жауапкершілікті орындау да басты назарда. Біздің кәсіпорнымыз нұрлы жол бағдарламасының іске асуына өз үлесін қосып келеді. Кәсіпкерліктің дамуына қолдау көрсетіп келе жатқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Кәсіпорын жетекшілерімен кездескен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бұл ретте кейбір жергілікті ірі өндіріс орындарының жұмысшылар еңбек ақысын 10%-ға ұлғайтқаны көпшілікке үлгі екенін атады. Миллиондар қаласы болуға ынталы Ақтөбенің мүмкіндіктеріне елбасы жоғары баға берді. Ақтөбені 1 миллион халқы қалаға жеткізуге шаруа жасап, бизнес бәр жағынан ылғи, халқы да жақсы. Анурбек Мырзатайұлы, Жанаділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе.